Сәлем достар, бұл қарапайым мастер каналы. Бүгінгі қарапайым түсірілімде өте қарапайым және оңай зат жасайтын боламыз, және де кеттік, соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеода жасайтын затымыз ұшатын жарықшам. Өте қызықты болады, соңына дейін көріңіздер, және де кеттік. Ең алдымен бізге керек болатын заттар: қоқысқа арналған пакет, бинт, майшам және ағаш саяқтар, скотч, қайшы және сіріңке. Ең алдымен біз өзімізге керекті бинтті аламыз, сосын 30 немесе 20 см қып кесіп алып, екіге бүктейміз. Дайын. Екінші кезекте бізге майшам керек болады. Майшамды бинтке әдемілеп тұрып, түгелдей тамызып шығамыз. Бұл біздің жарықшамымыздың ұшуына өте үлкен пайдасын тигізеді. Тамыз болдық. Енді бізге 5-6 сіріңке керек, таяқшалары. Оны біз бинттің ортасына қойып ораймыз, дәл рулет сияқты. Бұл біздің жарықшамымыздың жақсы ұшуына үлкен септігін тигізеді. Қатты үлкен де қылмаймыз, қатты кішкентай да қылмаймыз, орташа қылып дайындап аламыз. Сосын қойып, қайтадан майшамды жағып, үстіне жақсылап тамызып шығамыз да ашылмайтындай қылып, бұл бөлшегімізді аяқтаймыз. Келесі кезекте бізге таяқшалар керек болады, жіңішке. Бұлар өте жақсы майысады, яғни біздің ұшатын жарықшамымыздың қаңқасы үшін пайдаланамыз. Жабыстырманы алдық және әрқайсысын осылай видеодағыдай бекітіп шығамыз. Жалғыз өзімізге қиын болады, сондықтан 1-2 адамның көмегі қажет болады. Қаңқасы дайын. Енді бізге пакеттің өзін алып, өлшеп алуымыз керек. Бұл пакет ең үлкен размердегі пакет. Қалаған магазиннен сұрасаңыздар табылады. Жақсылап тексеріп аламыз. Бәрі де good. Қаңқамызды енді пакетке жақсылап скотч, яғни жабыстырмамен жабыстырып шығамыз. Өте қарапайым, өте оңай, және майшамды алған соң, қоқысты алған соң, қоқыс пакетін 5-6 жасап тастауға болады. Келесі кезекте бізге сым керек болады. Жанатын затымызды сымға ораймыз, сосын қаңқамыздың дәл орта тұсына видеодағыдай байлаймыз. Міне, затымыз дайын. Енді бізге тек бұны тексеру қажет. Кеттік.